Шілденің шіліңгірінде бір шыны аяқ салқын-сыра ішіп шөлін басқанды жөн көретін еркек көп. Онда тұрған не бар дерсіз? Осылай дейтін тек сіз ғана емес, әрине, сыра ішкен адам маскүнем боп қалмас. Әйтсе де, не нәрсе де қайталана берсе, ол дағдыға айналатынын есте ұстап тартынған да дұрыс болар. Бұл менің құрбымның әңгімесі. Жасым 26-да. Мен қатарлы қыздардың көбісі сүйікті жар, келісті келін, ана атанып отыр. Мен де жақсы келін, үлгі ана, бір жігіттің бағына біткен аяулы жары бола алатыныма сенемін. Бірақ қорқамын. Неден қорқамын? Барған жерімде жүзімнің төмен болатынынан қорқам. Болашақ күйеуіме ертеңгі күні ішпеші деп айта алмаудан қорқам. Өйткені ес білгелі әкемнің аузы арақтан құрғағанын көрмей келемін. Ішіп келіп, үндемей ұйықтап қалса мейлау, есіктен кіре анамды балағат сөздің астына алып, отбасының берекесін қашырады. Кішкентай кезімде түссіз есіктен әндетіп кіретін әкемнен үрейленіп үрпейсе қалатын, өзімнен кейінгі сіңлілерімді алдаусыратып, бөлек бөлмеге алып кететінмін. Ол күні кешке сыртқы темір қақпа ашылғаннан ақ анам үйдегі пышақ, балталарды тығып әбігерге түсетін. Ал біз бөлмемізге қарай қашып, кереует астына тығылатын едік. Сондағы біздің түнімен әкесі ішпейтін көршінің балаларын қызыға әңгімелеп, әкеміз қашан арақты тастайды екен деп жылап шығатынымызды әкеміз білсе ғой. Әкем сол қу арақтың кесірінен жап-жақсы лауазымды жұмысынан алыстатылған да білемін. Көшеде басқа кімнің әкесі қисалаңдап жүр? Тек біздің әкеміз ғана. Әкеміздің арағы тек өзін ғана емес, бізді де абыройдан айырды. Оқушы кезімде еске алсам, өзіме жас үйіріледі. Сыныптастарыммен келе жатып, әкемнің көше бойындағы дүкен алдында өлесі мас болып отырғанын көргенде, намыстан өртеніп, жерге кіріп кете жаздайтын едім. Құрбыларым сабақтан соң қосымша үйірмелерге қатысып жатса, ал мен үйге ертеде қайтып, ертеңгі сабақтарымды даярлап, әкемнің кешкі концертіне дейін барлық жұмыстарды істеп үлгеруді ойлайтынмын. Өйткені арам суға тойып келген әкем кейде қолына іліккен затты лақтырып, сындырып та түнгі тыныштықты алатын. Анама қол көтеріп, себепсізден себепсіз ұрып жатқаны, дәрменсіз күй кешіп қорқыныштан көрпе астында дірілеп жататынмын. Ағам болғанда араша түсіп анамды әкеме ұрғызбас еді-ау деп ойлайтынмын. Көрші қолаң да біздің үйдегі айғайдан әбден мезі болған. Олар анама, өміріңді қор қылғанша ажырасып кетпейсің бе дейді. Ал анам, бүгін қоямын деді ғой, деп әлі де үмітін үзбей келеді. Анамның үміті әкемнің құрғақ уәдесіне алданып келе жатқанына 20 жылдан асып кетті ғой. Менің балалық шағым, оқушылық өмірім ғана емес, студенттік жылдарым да үреймен, ауылдағы анам мен бауырларымды ойлаумен өтті. Әкем мас боп келген күні анамды майып етіп қоймаса екен деп уайымдаймын. Кейде арақты татып алмай жүргенін естіп қуанып қаламын. Бірақ ауылға барғанымда әкемнің қайтадан баяғы батпағына батып жүргенін көріп, өміріме налып қайтамын. Студент кезімде неге әкесі ішпейтін отбасының қызы болып дүниеге келмедім деп оқуыма жылап қайтатынмын. Анамды қатты аяймын. Жұбайлық өмірдің қандай қызығын көрді ол. Әкемнің айғайынан көз ашпады ғой. Анам байғұс бұл тапқанын әкемнің қарыздарын төлеумен келеді. Анашымның ағайындардың әкем жайында жағымсыз айтылған сөздеріне қарсы шығып, шаң жуытпай, оны қорғаштайтындығын әрине әкем білмесе керек. Әкем ақша таппаса да, бізді бақпаса да анам бетіне қарап сөйлеген емес қой. Ал әкем болса, анама бір жылы сөз айтпаған. Керісінше, жол ұясының берекесін қуып, арақпен азғындап отыр. Анамның
күлгенін көрген емеспін. Қуанту үшін көп нәрсенің қажеті жоқ. Тек әкем ішкілігін қойып, үйге тыныштық орнағаны болғаны. Ауылдағылардың барлығы да ішкіштің қызы, алқаштың қызы деп мұрын шүйіре қарайтындығын сеземін. Мейлі. Бірақ қаладағы құрбыларым, таныстарым әкемнің ішкіліктің ішінде жатқан білмесе екен деп тілеймін. Әкешім-ау, қаладағы әріптестеріме, сөз айтып жүрген жігіттерге сізді қалай мақтап, өтірік айтатынымды бәрібір білмейсіз. Құрбыларымның біразы тұрмыста. Маған да сезімін білдіріп жүрген, өзіме де ұнайтын жігіттер бар. Бірақ ауылдағы әкемнің әлі-араққа салынып жүргенін ойлағанда отбасы құруға қорқамын. Арақ құмар әкенің қызын кім сыйлайды? Сау күнінен мас күні көп адаммен кімнің құда болғысы келер? Әйтсе де, мен де басқа қыздар секілді ақ босаға аттап, келіншек атанғым келеді. Бірақ әкем туралы күйеуімнен де, ата-енемнен де жаман сөз естігенді қаламаймын. Әкетай, анама талай рет, енді ішпеймін деп уәде бересіз де, 2 айдан аспай жатып, ант соңыңыздан адасасыз. Неге? Анама жаныңыз ашымайтын шығар, ал маған ше? Қатарластарынан қалып бара жатқан қызыңыздың ертеңі неге ойламайсыз, әке? Әлде өзіңіз секілді бір маскүнемге тие салуым керек пе? Маскүнем жігіттің қызыңыздың гүл өмірін қор еткен қалайсыз ба? Анамның гүл өмірін күл еттіңіз, әке. Енді қызыңыз да өмірі сондай болғаны жақсы ма? Анамның ондай қорлыққа шыдаған шығар, көніп те келе жатыр, ал мен ондай тозақ өмірге көндіге алмаймын. Анамның айтуынша, сіздің арақ құмарлығыңыз сыраға әуестіктен басталған екен. Лағнет саған сыра. Екеуін де жек көремін. Осылай менің құрбым өзінің әңгімесін аяқтады.